Сәлем оқушым, қал жағдайың қалай? Бүгін біз алдыңғы тақырыпты жалғастыратын боламыз, яғни қозғалыстың салыстырмалығына өтеміз. Көріп тұрғандарыңыз, санақ денесі, координаталар жүйесі және уақыт берілген. Алдыңғы сабақтан білетініміздей, ол бізге нені береді? Санақ жүйесін береді. Еске алып кетейік. Ал жалпы механикалық қозғалыс дегеніміз не? Дененің белгілі бір санақ денесіне байланысты уақыт өткенде орын ауыстыру, иә? Ал қозғалыстың салыстырмалығы осы екі санақ денесі мен материалдық нүкте бар ғой, немесе белгілі бір екі дене ретінде ала берсек болады, мысалы екі машина, иә? Мынау машина деп естейік. Екі машина егер екеуі бірдей жылдамдықпен қозғалып бара жататын болса, бір жолда, бір-біріне қарама-қарсы емес, бір жолда, екеуі де мысалы 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр дейік, иә? Онда екеуінің бір-біріне қатысты салыстырмалы жылдамдығы 0 болады. Екеуінің жылдамдығы 10 метр секунд болса, 10 метр секунд ол жерге байланысты жылдамдықтар. Ал бір-біріне қатысты 0 болады. Неге? Өйткені мынаның ішінде мен отырмын деп елестейік, иә, шұғыла. Ал мына машинаның ішінде менің досым мысалы мөлдір отыр. Мен мөлдірге қараған кезде, мөлдір менің көзімше мүлдем жылдамдығы өзгермейді. Өйткені екеуміз бір жылдамдықта бірге кетіп бара жатырмыз. Және ол ешқандай да алға шығып кетпейді, менен артқа кетіп қалмайды. Екеуміз бір деңгейде бірге келе жатырмыз. Сол үшін бір-бірімізге қатысты жылдамдығымыз 0-ге тең болады. Осы туралы Галилейдің салыстырмалық принципі түйінделіп жалпы айтылады. Бір-біріне қатысты түзу сызықты бір қалыпты қозғалатын жаңағы екі машина бір-біріне қатысты қозғалып тұр, түзу сызықты және бір қалыпты бірдей қозғалып тұр. Барлық санақ жүйелерінде кез келген дененің қозғалысы бірдей өтеді. Бірдей өтеді дегеніміз, біз бірдей болып жүреміз және бір-біріміздің жылдамдығымыз тең болса, бір-бірімізге қатысты бір қалыпта қозғалып келе жатсақ, онда бір-бірімізге қатысты жылдамдығымыз 0 болады дегенді білдіреді. Енді қозғалыстың салыстырмалығының бірінші түрі осы. Яғни екі дененің жылдамдығы бір-біріне тең болса, бір-біріне қатысты түзу сызықты бір қалыпты қозғалатын болса, онда бір-бірінің жылдамдығы 0-ге тең болады салыстырмалы. Ал екінші жағдай, мысалы, сен пойызда отырсың деп елестейік, иә? Бұл пойыздың вагоны, мынау екі терезесі. Сен пойыздың ішінде отырып, далаға, өскен шөптерге, ағаштарға қарайтын болсаң, сен өзіңнің қозғалып бара жатырсың ба, әлде жоқ екенін түсінесің. Өйткені әдетте пойызда отырған кезде далаға қарап түсінеміз ғой, біз қозғалыстамыз ба, жоқпыз ба. Егер мына ағаштар бүйтіп қозғалып, артқа кетіп, алдағы пейзажды көріп қозғалып жататын болса, демек біз осы далаға қатысты қозғалыста екенбіз. Иә? Біз оны салыстырмалы түрде анықтап жатырмыз. Егер түк қозғалмаса, демек біз осыған далаға қатысты, табиғатқа қатысты, немесе жерге қатысты біз тыныштықта боламыз. Ал егер далада тұрған бір адам қараса бізге қарап, егер біз алға кетіп бара жатып көзден таса болсақ уже, ол пойыз сол кісіге қатысты қозғалыста екенін деп. Егер түк қозғалмаса, пойыз осы адамға қатысты тыныштықта екенін білдіреді. Жалпы салыстырмалық принцип дегеніміз осы. Біз қазір бір өте маңызды дүниені айтамын, тыңдаңдар. Бір сұрақ туындауы мүмкін. Қазір мен қозғалыстамын ба, жоқ па? Ойланып көр. Мен сендердің алдарыңда отырмын, иә? Сендер видеосабақта қазір көріп отырсыңдар. Бірақ осы жерде мен қозғалыстамын ба, әлде жоқпын ба? Егер сендердің жауаптарың жоқ немесе иә болса, екеуі де өте дұрыс. Неге екенін қазір түсіндіремін, осымен сабақты қорытындылаймыз былайша айтқанда. Егер жазып қояйын, мен
қозғалыстан ба. Егер жауаптарың иә болса, ол да дұрыс. Егер жоқ болса, ол да дұрыс. Неге? Өйткені мен үстелге өзім отырған, орындыққа, осы жердегі қасымда тұрған бөтелкеге, немесе ана кабинеттегі менің қасымдағы қызға, мысалы, мөлдір, тағы да біреулерге байланысты мен тыныштамын, мен қозғалмаймын. Осылай қатып қалсам, иә? Ал егер сендер иә десеңдер, ол да дұрыс. Өйткені мен жердің үстінде тұрмын ғой. Ал жер айға, күнге қатысты қозғалысты. Сол есеппен мен де жермен бірге айналып жатырмын, және мен де күнге және айға қатысты қозғалыстамын. Сендер де дәл солай. Егер сендер жай ғана тыныш осылай отырсаңдар, сендер бәрібір де жердің үстінде, жердегі адам болғандықтан, айға және күнге қатысты қозғалыста боласыңдар. Өйткені жер үнемі айналып тұрады. Біз жай ғана оны сезбейміз. Алайда шынында біз қозғалыстамыз. Егер жоқ десеңдер, ол да дұрыс. Өйткені барлығы салыстырмалық принцип бойынша, біз салыстырмалық принцип бойынша күнге қатысты қозғалыста болып тұрмыз ғой. Сол сияқты осы өзіміз отырған үстел мен орындыққа қатысты тыныштықтамыз. Өйткені мен ешқандай қозғалып жатқан жоқпын, оны қозғап жатқан жоқпын. Біз бір-бірімізге қатысты тыныштықта болып тұрмыз. Жалпы салыстырмалық принциптің негізі осы. Егер екі денені қарастырып, егер жылдамдықтары бірдей болса, бір бағытта болса, олар бір-біріне қатысты бәрібір де тыныштықта болады. Ал олардың қозғалысы жай ғана жерге немесе айналада тұрған басқа заттарға байланысты ғана қозғалысты. Бір-біріне тыныштықта. Жалпы осы инерциялық санақ жүйелерде механикалық құбылыстар бірдей өтетін барлық санақ жүйелері. Яғни болып жатқан барлық қозғалыстар, бүкіл санақ жүйелері, жалпы санақ жүйесі деген осы бізде өтетін уақыт, сол уақыт бойынша денелердің қозғалысы. Бүткіл қозғалыстың бәрі бізде инерциялық санақ жүйелері деп аталады. Егер сендерге сабақ ұнаған болса, конспектке жазып кетуді ұмытпаңдар. Конспект толтырып жазып, үй жұмысынан 5-те 5 күтемін. Сендердің қолдарынан келетініне сенемін. Сау болыңдар.